Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжау үшін мынадай сөзге мән беріңіздер. Жиһангерлік ең ұлы әрі маңызды ғылым. Ол өзімізді қайта тануға көмектеседі. Адамзат тарихында саяхаттау, сауданы дамыту, жаңа жерлерді жаулап алу және игеру, ресурстарды іздеу мақсатымен пайда болды. Саяхат адамдардың кеңістіктегі қозғалысы. Туризм саяхаттың бір түрі. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі сабағымыз туризм туралы болады. Тыныс белгілермен қабаттасып қолдануында анықтайтын боласыздар. Бүгінгі сабақта мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерген мәселені болжайсыздар. Сонымен қатар сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілер туралы ережемен танысатын боласыздар. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңында мынандай анықтама бар. Туризм жеке тұлғалардың ұзақтығы 24 сағаттан 1 жылға дейін немесе 24 сағаттан аз, бірақ уақытша болған елде, жерде, ақы төлейтін қызметпен байланысты емес мақсатта түнеп өткен саяхаты. Күрделі әлеуметтік экономикалық сала болғандықтан, туризм көптеген сыртқы фактор әсеріне тәуелді. Бұл факторлардың туризм дамуына тигізетін әсері күші жағынан әрі ұзақтығы жағынан әртүрлі болып табылады. Ендеше оқушылар, өздеріңіз байқағандай туризм дамуына түрлі факторлар әсер етеді. Біз сіздермен қандай факторлар екенін болжап көрейік. Табиғи географиялық фактор. Ол әрбір елдің табиғатына, географиялық белдеулеріне қарай сол елдің туризмі дамиды. Мәдени-тарихи фактор. Әрбір елдің өзінің тарихына сай мәдениеті қалыптасады. Мәдениетке бай елдің туризмі де бай болмақшы. Экономикалық фактор. Әрбір елдің экономикалық инфраструктурасы дамыған болса, ол елдің туризмі де бірден дамиды. Әлеуметтік жағдай. Әрбір елдің халықтың әлеуметтік жағдайы дамыған сайын, сол елдің де әлеуметтік факторы ол туризмге әсер етеді. Демографиялық фактор. Алдымен демография дегеніміз не? Демография халықтың санын, құрамын, өсу немесе кему динамикасын қоғамдық тарихи жағдайлармен байланыстырып зерттейтін әлеуметтік ғылыми сала. Ендеше халқы аз елдің туризмі, оның мәдени тарихы, экономикасы дамуы мүмкін емес деп ойлаймыз. Сол себепті халқы қаншалықты көп болса, соншалық сол елдің де туризмі дамиды деген ойдамыз. Саяси құқықтық фактор. Әрбір елдің өзіндік құқықтық заңы саясатпен реттеледі. Егер де ол елдің саяси құқығы сақталмаған жағдайда, ол елде туризм дамуы мүмкін емес. Технологиялық факторды біз техникамен байланыстырамыз. Дамыған елдің мәдени тарихы, экономикасы, әлеуметтік жағдай дамыған елдің технологиялық факторы да жоғары болады. Сол себепті ол елдің туризм дамуында технологиялық фактордың әсері мол. Экология. Экологиялық апат болған елде туризм дамуы мүмкін емес. Сол себепті туризм дамуында экологиялық фактордың әсері күшті. Біз сіздермен болжаған факторлардың барлығы сыртқы факторларға жатады. Сыртқы факторды экзогенді деп атаймыз, ал ішкі факторды эндогенді деп атайды екенбіз. Қазақстандық туризмнің дамуына қандай ішкі факторлар әсер етеді? Ол үшін бұл сұраққа жауап беру үшін туризм дамуына әсер ететін ішкі факторларды анықтайсыз. Өз ойыңызды 4-5 сөйлеммен жеткізесіз. Пунктуацияға келейік. Тыныс белгілері немесе пунктуация тіл білімінде жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Тыныс белгілері айтайын деген ойды нақтылы, дәл түсінікті етіп жеткізу үшін, сондай-ақ баяндалмақшы пікірді ала-құла етпей, айқын білдіру үшін қолданылады. Бұл тыныс белгілерінің басты қасиеті. Тыныс белгілері сөздер
тіркесі мен сөйлемдерді айтқанда немесе оқығанда тілде байқалатын кідірісті де дауыста аңғарылатын әркелкі құбылысты да білдіреді. Бұл тыныс белгілерінің қосымша қасиеті. Осы қасиеттерді анықтау үшін мына сөйлемге мән берейік. Бәрекелді, алтеке, дүкен, айналайын шәкі, жақсы жерге жатсаң жақсы түс көресің деген. Осы сөйлемдерді әрбір тыныс белгісіне мән берейік. Алдымен сөйлемнің алдында қойылған сызықша. Бұл диалогтен үзінді болғандықтан алдынан сызықша қойылып отыр. Бәрекелді, алтеке, дүкен, айналайын шәкі деген сөздерден кейінгі қойылған леп белгісі ол көңіл күйді білдіреді. Жақсы жерге жатсаң жақсы түс көресің деген сөйлем ол төл сөз болғандықтан ол тырнақшаға алынып тұр. Төл сөз дегеніміз біреудің айтқан сөзі немесе ойлаған ойы. Сөйлем ішінде қойылған үтір. Не себепті қойылды? Өйткені ол құрмала сөйлемнің бірінші жай сөйлемнің аяқталғандығын білдіреді. Ал нүкте қойылу деген сөзден кейінгі ол сөйлемнің аяқталғандығын білдіреді. Бұл сөйлемде тыныс белгілерінің басты қасиетін көре аламыз және қосымша қасиетін де байқадық. Енді тыныс белгілерінің қабаттасып қолдануына қарайық. Осылай боларын білдім бе мен деген сөйлемде сөйлем соңында екі тыныс белгісі қабаттасып қойылған. Қабаттасып дегеніміз екі тыныс белгінің бірдей қойылуы. Неге бұл сөйлемде екі тыныс белгісі тұр? Өйткені сұраулы сөйлем лептік интонациямен, екіұдай сезіммен, яғни сұрау мақсатында ма, әлде көңіл күйді білдіру мақсатында? Айтылғанда сұрақ басым болса, яғни бұл сөйлемде сұрау басымырақ болса, бірінші сұрақ белгісі қойылады. Ал егер көңіл күй екпінің басым болса, бірінші леп белгісі қойылады екен. Мына жайды байқадың ба? Деген сөйлемде екі тыныс белгісі қабаттасып қойылған. Сұрақ белгісі және көп нүкте. Ой аяқталмаған жағдайда бірінші бөлігі сұрау мағыналы болса, алдымен сұрау белгісі қойылады. Сосын барып көп нүкте қойылады. Құрметті оқушы, осы жерде ескеруіңіз керек. Егерде тыныс белгісі қабаттасып қойылған жағдайда, оның ішінде көп нүкте қойылған жағдайда, көп нүктенің тек қана екі нүктесі ғана қойылады. Көзіңе қарамайсың ба? Деп шаңқ етті. Осындағы көзіңе қарамайсың ба деген сөз, ол төл сөз. Деп шаңқ етті дегеніміз автор сөзі. Төл сөзіміз айтылу мақсатымен сазына қарай екі түрлі екіұдай сезіммен айтылған. Бірінші сұрау мағынасында, екіншісі көңіл күй мағынасында. Сол себепті де ол сөйлемде екі тыныс белгісі қабаттаса қойылған. Және төл сөз тырнақшаға алынып тұр, өйткені ол біреудің сөйлеген сөзі. Төл сөз жабылғаннан кейін төл сөз бен автор сөзінің арасына сызықша қойылады. Ғимади ағайыңыз алма ағашы химиялық тыңайтқышсыз-ақ өсуге тиісті деп ойлайды. Бұрын өсуші еді ғой, екеуі тағы да айқайласып қалады. Бұл сөйлемде алғашқы сөйлемнің кейін түсініктеме беріледі. Ол жақшаның ішінде бұрын өсуші еді ғой деген. Егер бұл түсініктеменің қойылатын үтір оның алдына қойылуға болмайды. Яғни түсініктемеден кейін ғана барып бірінші жай сөйлемнің аяқталғандығын білдіретін үтір жақшаның сыртына қойылады. Бұл ережелер сізге түсінікті болса, сізге берілетін тапсырма. Қазақ әдебиеті оқулығы 177 бетте тыныс белгілері қабаттаса қолданылу деген ережені оқып шығасыз. 178 бетте берілген үшінші тапсырма, сонымен қатар А тапсырмасында орындайсыз. Ол үшін бірінші, үшінші тапсырмада ережеге сәйкес бір-бір мысалдан жазасыз. Ережеде 6 мысал, 6 ереже берілген, сонда 6 мысал жазуыңыз керек. А тапсырмасында сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жазасыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы, тапсырмасы түсінікті болды деп ойлаймын. Сізге сәттілік тілеймін.